Егемен Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі журнал қазіргі кезең және болашағы атты ғылыми тәжірибелік конференциясын ашық деп жариялауға рұқсат етілді. Құрметті конференцияға қатысушылар, құрметті қонақтар, академия басшылығы және ғылыми кеңес тізеді. Егемен Қазақстанның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 20 жыл. Қазіргі кезең және болашағы атты ғылыми тәжірибелік конференция жұмысының басталуына құттықтаймын. Біздің құрметті қонақтарымыз Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институтының директоры, филолог ғылымдарының докторы, профессор академик Қасабатов Сейіт Ақтарұлы. Ғалымдардағы Республикалық қоғамдық бірлестіктің президенті, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі, экономика институтының директоры, экономика ғылымдарының докторы, академик профессор Сәбден Оразалы Сәбденұлы. Білім және ғылым министрлігі Шоңғалова атындағы тарих және этнология институтының директоры, тарих ғылымдарының докторы, профессор Абжанов Қангелді Махмұдұлын. Осы кешірді келеді. Және де басқа белгілі ғалымдарымызды жұмыс басшылықтарына қарамастан осы шараға қатысуға уақыт пен мүмкіндік тауып келгендері үшін алғыс айтқым келеді. Осы кісілерге қазіргі жағдай пайдаланып, алдымызда келе жатқан егемендігіміздің 20 жылдығымен құттықтап, зор денсаулық, Қазақстанның егемендігі үшін, қауіпсіздік үшін зор еңбек етсін деп тілегім келеді. Біздің еліміздің тәуелсіздік алаңына толған 20 жылдық мереке біздің барлығымыз үшін ақпарат күтіп орта ететіні сөзсіз. Қазақстан халқына өзінің жыл сайынғы жолдауында еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тәуелсіздік бұл ең басты байлығымыз, баға жетпес табысымыз деп айтады. Дәл осы тәуелсіздік алғаннан кейін жас елдің тарихында мүлдем жаңа дәуір, сенімді де динамикалық дамуды құру дәуірі басталып алады. Шындығында өткен 20 жылда біздің елімізде ауқымды өзгерістер болды. Бұл қоғам мен мемлекет дамуының 10 жылдарға арналған ұзақ мерзімді басымдықтарын анықтайтын Қазақстан 2030 стратегиясын қабылдау негізінде туындаған мүмкіндік, біртіндеп және мақсатқа сай жүзеге асатын ерекше және ең басты сәтті Қазақстанның жолы. Бұл маңызды стратегиялық құжаттың заманауи жасалуы елімізде мүлде жаңа экономикалық жүйенің іргетасын қалыптастыруды, демократиялық құқықтық мемлекет құруды, оның ішкі тұрақтылығын алдын ала анықтады. Қазірде Қазақстан экономикалық жағынан күшті және бүкіл әлемге әлем мойындаған орталық Азия аймағында көшбасшысы, халықаралық және аймақтық ұйымдардың мүшесі болып табылады. Біздің республикамыз бейбітшілік пен келісімдік аясында жаһандық және
etуде белгілі жасаушы болды. Балық қауіпсіздігін қамтамасыз ету саласында бірқатар маңызды шешімдерді бастама ретінде көтерген Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының астаналық декларациясы қабылданған. 2010 жылғы желтоқсанда Қазақстан астанасында өткен саммиттің нәтижелері куә. Аталмыш іс-шара біздің сыртқы саясатымыздың зор жеңісі, қазақстандық жолдың сәттілігін мойындау болды. Біздің еліміздің әлемдік қауымдастықта мәртебесін нығайтуда тағы да бір маңызды қадам. Қазақстанның Астана және Алматы қалаларында 7-ші қысқы Азия ойындарын өткізу де жоғары құрмет болып табылады. Бұл маңызды спорттық іс-шара сонымен қатар біздің еліміздің спорт майданда да бүкіл әлемге зор мүмкіншіліктерін көрсете отырып, жоғары ұйымдастырылған деңгейде өткізілді. Өздеріңіз көріп жатсыздар, қазір Парижде, Францияда өтіп жатқан әлем чемпионатында жаңа ауыр атлетикада біздің қазақстандықтар бұл жерде білесіздер қандай кеше күндері қандай жетістіктерге жетіп отыр. Ол енді үлкен саясат деп ойлаймын. Біздің еліміз әскери қауіп-қатерден басқа халықаралық терроризм, есірткі саудасы, заңсыз көші-қон, транспорттық ұйымдасқан қылмыс, төтенше жағдайларда ұжымдық көмек ету, гуманитарлық апаттар, ақпарат саласындағы ең ауқымды қауіп-қатерлер мен киберқылмыспен күресу мәселелері бар. Ұжымдық қауіпсіздік туралы келісімшарт ұйымы аясында өткізілетін барлық іс-шараларға белсенді қатысады. Қазақстан Шанхай ынтымақтастық ұйымының пайда болуының қайнар көзі болған 5 елдің бірі ретінде оның жұмысына үнемі белсенді атсалысады. Қазақстан Республикасының 2010-2011 жылдарда Шанхай ынтымақтастық ұйымының төрағалығы Еуразия комитетінің орасан зор аумағында өз жауапкершілігі аймағында бейбітшілік пен тұрақтылықты қамтамасыз ету, Шанхай ынтымақтастық ұйымының мүше елдер арасында сауда, экономика және мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты кеңейту, тереңдету, өзінің негізгі міндеттерін орындау бойынша бұл ұйымның нығаю мен әрі қарайғы дамуда көп үлесін тигізді. Үстіміздегі жылы Қазақстан Тәжікстаннан Ислам конференциясы ұйымы елдерінің сыртқы істер министрлігі кеңесіндегі төрағалықты қабылдады. Біздің елдің бастамасы бойынша Астанада 2001 жылы 28 маусымда өткен Ислам конференциясы ұйымы елдерінің сыртқы істер министрлігі кеңесінің 38 сессиясында Ислам конференциясы ұйымы Ислам ынтымақтастығы ұйымы болып өзгертілді. Ол да біздің Қазақстанның елбасының инициативасы бойынша болған шаруа. Қазіргі күні ол мұсылман мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты халықаралық аренадағы бірлесіп қызметтесуді, қатысушы елдердің тұрақты дамуға қол жеткізуін өз мақсаты етіп қоятын елдік етіп біріктіретін ірі және неғұрлым ықпалды ресми үкіметтік мұсылмандық халықаралық ұйым болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан тәуелсіздік алған жылдары орталық азияда басты ойыншыға айналды. Ал біздің президентім Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Азиядағы өзара әрекеттестік және сенімділік бірлестігі, әлем діндері басшыларының съезі, кедендік одақ, бірыңғай экономикалық кеңістік пен халықаралық қатынастардың дамуы сияқты институттардың қалыптасуы бойынша бастамалары қазіргі жағдайда әлемдік қауымдастықта оң баға алды. Бірыңғай экономикалық және ақпараттық кеңістіктің қалыптасуына, ғылыми-техникалық прогрестің дамуының сапалы және сатысына өтуіне себепкер қазіргі әлемде болып жатқан жаһандық өзгерістер, өкінішке орай жаңа қауіп-қатерлердің пайда болуының, соның ішінде халықаралық терроризм мен діни экстремизм, есірткі саудасының таралуының себебі болып табылады. Қазіргі қауіп-қатер ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметіне қойылатын жоғары заманауи талаптардың негізінде және жедел қызметтік іс-қимылдың барлық бағыттарында қойылатын міндеттерді өз мерзімінде және сапалы шешуге арнайы қызметті бағыттайды. Ал өз кезегінде арнайы қызмет білікті мамандарды дайындаусыз және жан-жақты ғылыми және әдістемелік қамтамасыздандырусыз мүмкін еместігі белгілі. Аталған мәселелерді шешу үшін академияға үлкен салмақ жүктелген және қазіргі кезде ұлттық қауіпсіздік комитетінің кадрлық және ғылыми әулетінің қалыптасуы мен дамуына өзгерістің қосып сәтті жүзеге асыруда. Еліміздің тәуелсіздік жылдары академия ұлттық қауіпсіздік органдарының кадрлық құрамын дайындау, қайта даярлау, біліктілікті жоғарылату және тәрбиелеуде, сондай-ақ жедел қызметтік іс-қимылы ғылыми әдістемелік қамтамасыз етуде үлкен үлесін қосты. Біздің оқу орнының қабырғасында ұлттық қауіпсіздік органдарының қызметкерлері түгелдей білім алып,
олардың біліктілігі артты. Соның салдары ретінде комитеттің жалпы жедел қызметтік іс-қимылында бұл нәтижелерге жетті. Комитет жұмысының нәтижелері қызметкерлердің тікелей кәсібиліктерінде, олардың отанға және халыққа шын берілгендіктерінің байланысты. Бұл жоғары адамгершіліктің іскери және тұлғалық сапалардың дамуына, ұлттық қауіпсіздік комитетінің жүйесінде өткен ғылыми теориялық және ғылыми тәжірибелік бағыттағы іс-шаралар. Соның ішінде осы ғылыми тәжірибелік конференцияда кездесу болады. Сондықтан республиканың ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге байланысты және мәселелерді талқылау нәтижесінде конференцияға қатысушылар ұлттық қауіпсіздік комитетінің органдарының қызметін жақсартуға бағытталған нақты ұсыныстар береді деп сенемін. Аяқтай келе тағы да конференция қатысушылары мен талаптарға қош келдіңіздер деп сіздерге біздің отанымыз тәуелсіз, тұрақты және гүлденген Қазақстанның игілігі үшін алда шығармашылық табыстар тілеймін.